Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай сүтті құс тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге осылай әсемдеудің, торттың қыр-сырларын барлығын ашып айтамын. Мен сгущенкамызды қосамыз. Сгущенканың міндетті түрде осындай три желания деген түрін алыңыздар. Себебі сүтті құс тортына міндетті түрде сгущенкасы өте қою болу керек. Сол кезде корждарыңыз өте үлпілдеп, әрі күшті көтеріліп шығатын болады. Сондықтан осындай түрін алғандарыңыз дұрыс. Енді осыған 3 жұмыртқамызды қосамыз. Барлық қоспамызды жақсылап араластырып аламыз. Және де қыздар айта кететін жайт, мен бұл жерде 1,5 банка сгущенка қолдандым. Сіздер 1 банка қолдансаңыздар да болады. Алайда 1,5 банканы қолданатын болсаңыздар көбірек болып шығатын болады. Енді үстіне бөлме температурасындағы ерітілген сармайымызды қосып, жақсылап 3 қоспамызды араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді бізге ұн қажет болады. Ұнды електен өткізіп алдым. Үстіне 1 шай қасық разъединительді қосып араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосып, аз-аздан салып, барлығы шашырап кетпес үшін бірінші силиконды күрекшемен астынан үстіне қарай араластырып аласыздар. Одан кейін жақсылап меселеп шығатын боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Міне қараңыздар, осындай нәзік, жұмсақ, крем сияқты болып шығады. Енді сызып дайындап алған пергамент қағазымыздың үстіне 1,5 немесе 2-3 қасықтан салып, жақсылап барлығына жағып шығатын боламыз. Мұнда корждардың диаметрі 22 см болды. Сіздерде 22 немесе 20 см істесеңіздер болады. Барлығын осылай бірдей жұқалықта теп-тегіс етіп жайып шығып, оларды қызып тұрған пеште 4-5 минут пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің корждарымыз дайын болды. Осындай алтын түстес етіп пісіріп аласыздар. Өте жұмсақ, мүлдем сынбайды. Әдемі корж дайын болды. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Бізде кілегейіміз 33%. Одан жоғарысын немесе төменгісін алудың қажеті жоқ, себебі крем сұйық болып шығатын болады. Мұнда мен кілегейдің өзін 5 минуттай араластырып, кішкене қою түріне енгіздім. Енді оның үстіне қант ұнтағы мен творожный сырымызды қосып, бетін жауып, шамамен алғанда 10 немесе 8 минуттай ұзағынан араластырып аласыздар. Мінекей қыздар, бізде крем дайын болды. Өзінің формасын осылайынан жақсылап нәзік түрде ұстап тұру қажет. Ал енді қыздар, корждарымызды жинап бастаймыз. Менде пропиткаға кофе болды. Мен корждарымды осындай кольцода жинаймын. Сол кезде өте түзу, барлық жері біркелкі болып шығатын болады. Егер сіздерде кольцо болмайтын болса, осындай өзінің қалпын сақ жасасаңыздар болады. Енді тортымыздың кремдерін біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Ең астыңғы коржға пропитка жағудың керегі жоқ, себебі қатты жұмсақ болып, торт өзінің тығыздығын ұстамай қалуы мүмкін. Екінші корждан бастап үстіне пропитка жағып бастайсыздар. Міне қыздар, мен барлық корждарымды дайындап алдым. Енді кольцоның ішінде жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламын. Торттың сыртын қаптау үшін бізге осындай шпательдер қажет болады. Тортымызды тоңазытқыштан алып, жан-жағын креммен қаптап шығатын боламыз, яғни обтяжкасын жасаймыз. Торттың обтяжкасын жасаған кезде кремді жан-жағына айналдырып жақсаңыздар болады, және де төменнен жоғары қарап жан-жағын кремде жағып шықсаңыздар да болады. Және де міндетті түрде оның жан-жағын дөңгелекше етіп, осылайынан крем жағып шығасыздар. Барлығын теп-тегіс етіп, аккуратно, жаймен, барлығы тегіс болғанша бар өнерлеріңізді салып, жақсылап сыртын тегістеп шығыңыздар.
Мен осылайынан торттың бетін теп-тексетіп қаптап шықтым. Енді біз бетін сәндеуге кірісеміз. Менде осындай апельсин, мандарин және де киви крем болды. Барлығын өз қалауларыңызша кесіп аласыздар. Мен осылайынан кесіп алдым. Енді әдемілеп жасау үшін осындай кремді, қалған кремді осындай насадкамен пәстен жоғарыға қаратып, үлкенірек қылып гүл жасап шығасыздар. Енді өздеріңіздің идеяларыңызбен осылайынан тортты сәндеп шығасыздар. Тура мен көрсеткендей етіп сәндейтін болсаңыздар, міндетті түрде торттарыңыз нағыз кондитерлерден кем түспейтініне сенімдімін. Сондықтан тура мен көрсеткендей етіп жасап көріңіздер. Барынша мұқият қарап, үйреніп алыңыздар. Міне қыздар, біздің сүттіғыз тортымыз дайын болды. Өте керемет. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығатынына 100% сенімдімін. Сіздермен бірге болған Балауса Талғатқызы.